Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, менің оқырмандарым. Мені көріп отырған болсаңыздар, видеоға міндетті түрде лайк басып, соңына дейін көріп және тіркелмеген жаңа оқырман болсаңыз, тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Ал менің рецептімді толық қарап алыңыздар, өте оңай. Қыстың күні рахаттанып отырып, нан батырып тұрып жейтін салат. Видеоны толық көріп шығыңыз. Алдымен біз помидорымызды осылай төртке бөліп алып, осындай мясорубкадан шығарып аламыз. Барлық помидорларды шығарып алып, үлкендеу ыдысқа құйып аламыз. Помидор менде сопақшап келген помидор болды. Сіздерге қандай сорт болса да жарай береді. Ең бастысы барлығын жуып тазалап, төртке бөліп аласыздар. Міне помидорымызды құйып алдық. Енді сәбізді де осылай мясорубкадан өткіземіз және осылай жіңішке етіп турап аламыз. Жіңішке етіп турамасақ, мясорубкадан өтуі қиын болуы мүмкін. Осылай бұны да езіп аламыз. Және менде тәтті болгар бұрышын екіге бөліп алдым, салуға ыңғайлы болсын деп. Ал сіздер майдаласаңыздар да болады, өз қалауларыңызға байланысты. Оны да осылай мясорубкадан өткіземіз. Және де құрметті оқырмандарым, сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, қызық болып жатса, комментарий қалдырып, лайк басуларыңызды сұраймын. Және қазақ тілді YouTube каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписаться батырмасын басып кетуіңізді сұраймын. Енді міне пиязымызды да, чесногымызды да мясорубкадан өткізіп, ащы бұрышымызды осылай екіге бөліп аламыз. 4-5 жетеді. Егер ащы болғанын қаламасаңыздар, 2-3 де жетеді. Сәл ғана дәмі шығып тұрады. Енді осылай кастрөлімізді дайындап, бір кесе майымызды құйып, майды қыздырып аламыз. Енді ретімен барлығын саламыз. Алдымен осылай мясорубкадан шыққан пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Қатты қызарып кету қажет емес. Бір 2 минут, 3 минут қана қуырсаңыз жеткілікті. Және үстінен сәбізімізді салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Және араластырып, аз ғана уақыт қуырып, үстінен жаңағы тәтті бұрышымызды саламыз. Осылай барлығын жақсылап араластырамыз. Енді үстінен жаңа чесногымызды саламыз. Чесноктың мөлшері 2 бас чеснок істедім мен. Сіздер дәміне қарай көресіздер. Помидорыңыз көп болса, оған көбірек салу керек. Менде барлығы көлемі аз болғандықтан барлығын аз-аздан қостым. Және описание бөліміне барлығын қалдырып кетемін. Міндетті түрде ол рецепті көбейтіп істеу үшін 2 есе көп қоссаңыздар жеткілікті. Міне барлығын қуырып алғаннан кейін помидорымызды да осылай құямыз. Енді баяу оттың астында біраз қайнатамыз. Ол уақыт аралығында біз зелендерімізді турап аламыз. Мен осындай петрушканы алдым, бір бас петрушканы. Қатты ірі емес, қатты майда емес, орташа көлеммен турап алыңыздар, дәл видеодағыдай. Одан кейін жанду, укроп қосамыз. Жанду не үшін қосамыз? Жанду салатқа тәтті дәм беру үшін. Оны ұзынша етіп, осылай орташа көлеммен кесіп аламыз. Барлығын жуып тазалап алып, салатымыз ол уақытта қайнап жатады. Және үстінен дәміне қарай тұзды саламыз. Тұзды 4 ас қасық тұз салдым мен, себебі помидордың дәмі қатты шығып кетеді. Ал оның үстінен 1 пиалай толтырып қант салдым, себебі қышқылдығы басылуы үшін. Сіздер де дәміне қарай саласыздар. Тұзы көп болып бара жатса, қантын көбейтуге болады. Дәмін көріп аламыз. Сосын міндетті түрде қант салуды ұмытпаңыздар. Қант салмасаңыздар, салаттарыңыз қышқыл болып, дәмі біртүрлі болып шығуы мүмкін. Енді барлығын салып алғаннан кейін көк зелендерімізді саламыз, яғни жанду мен укробымызды саламыз, петрушкамызды да саламыз. Барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Және араластырғаннан кейін 10-15 минут қайнатсаңыздар жеткілікті. Содан кейін дәміне қарап, банкамызды уже дайындай береміз. Мінекей ащы бұрышымызды да саламыз. Ащы бұрышты осылай соңынан салған дұрыс, себебі бірге қайнаса, оның түбіндегі қара жапырақтары түсіп, дәмі онша емес болып қалуы мүмкін. Барлығын осылай салып, соңында осылай петрушкамызды салып, укробымызды саламыз. Себебі неге соңында? Өйткені аз уақыт қайнағаннан кейін олар жасыл түсін бермейді, ал ерте сап қойсаңыздар сарғайып кетуі мүмкін. Салатта әдемі көрінбей қалады. Міне осылай болып шығады. Салатымыздың түсі өте керемет болды. Енді банкаларды булаудың өте оңай жолын көрсетейін. Ішіне осылай 100 грамм, 200 граммнан сақырлап қайнап тұрған суды құйып, крышкаларды жауып қойсаңыз, бір мезетте барлық банка буланып шығады. 10 минут қалдырсаңыз болғаны, 10 минутта стерильденіп, өте күшті болып шығады. Мантаваркаға немесе шайнектің аузына банканы булаудың қажет жоқ.
Міне қараңыздар, осылай буласаңыздар өте керемет шығады. Және дайын болған салатымызды осылай воронканың көмегімен банкаларымызға құйып шығамыз. Барлығын араластырыңыздар, қоюы астында қалып кетпесін. Жақсылап құйып алғаннан кейін банкамыздың аузын мықтап тұрып закрывашкамен жауып аламыз. Міне сонымен салатымыз дайын. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер, қыста рахатын көресіздер. Кез келген тамақ түрімен кете береді. Және нан батырып жесеңіз де өте дәмді. Сетсебли, яғни біздің бала күнімізден келе жатқан салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және описание бөлімінде толық рецептін мөлшерін қалдырдым. Міндетті түрде жасаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.